Сәлем достар, бүгін осындай қызарып әдемі болып шығатын тауық аяқтарының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдымен тауық аяқтарын жақсылап жуып аламыз. Бізге майонез, кетчуп, шашлычный приправа, перец, паприка, тұз, соевый соус керек болады. 2 қасық кетчуп, 2 қасық майонез, 1 қасық соевый соус салып, жақсылап араластырамыз. 1 қасық шашлычный приправа, кішкене бұрыш, 1 қасық паприка, жарты қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді тауық аяқтарымызды салып, жақсылап араластырып маринадтаймыз. Жақсылап араластырыңыздар. Сонда тауық аяқтарымыз қызарып, сочный, әдемі болып шығады. 2 чеснокты ұсақтап турап салып жібереміз. 3-4 сағатқа маринаты сіңу үшін қойып қоямыз. 3-4 сағат өткеннен соң қызып тұрған духовкамызға 180 градусқа 40-50 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің тауық аяқтарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қызарып, әдемі, сочный болып шықты.